Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен мен Амангелді Сұлтан Galaxy арнасына қош келдіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай біз бүгін аймақ 51, яғни әскери база туралы айтатын боламыз. Бұл аймақ 51 нені жасырып жатыр, бізге нені айтпай жатыр, өзге алымшылар бар ма деген сұраққа жауап беретін боламыз. Өткізіп көрмей достар, до конца көріңізді сұраймын. Арнаға жазып лайк басып кетеміз. Онда біз бастаймыз. Сипаттамасы және тарихы. Ресми деректерге сәйкес 51 аймақта эксперименттік ұшу аппараттар мен қару-жарақ жүйелері әзірленуде. Сонымен қатар ол қастандық теорияларын және одан әрі танымал мәдениетті әскери және Америка құрама штаттарының үкіметі жасаған копияның белгісі ретінде жиі қолданылады. Әдетте белгісі шығатын нысандармен байланысты. Кеңестік тыншы спутниктер 1988 жылы 51 аймақты суретке түсірді. Қырғи-қабақ соғыс кезінде түсірілген фотосуреттер американдық ғалымдар федерациясымен алынды және жарияланды. Алайда олар полигон туралы маңызды ақпарат ала алмайды. Тек керемет базалар, ангарлар, құрғақ көлдер көрінеді. Ресми емес мәліметтер бойынша базаның жұмыс аймағының негізгі бөлігі жер астында орналасқан.